Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін цезарь салатының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Бізге қажет болады мұнда пекин капустасы, және де арнайы цезарьға арналған соусымыз, құрғақ ұнтақталған чесногымыз, және де помидорымыз, әсемдеу үшін сырымыз. Бізде мұнда 3 тісе сарымсағымыз, ол бізге сухарийіміз үшін қажет, және де қақталған етіміз, тауық еті, және де қайнатылған 3 жұмыртқамыз. Ең алдымен сухариларымызды дайындап аламыз. Бізде осы багет нанымызды майда бөліктерге бөліп, турап дайындап алатын боламыз. Ең алдымен дәл видеодағыдай майда бөліктерге бөліп турап алыңыздар. Мінекей достар, менде дайын. Оның үстіне құрғақ ұнтақталған сарымсағымызды және де осы теркадан өткізілген сарымсағымыздың үстіне 3 ас қасық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып, нанымыздың үстіне салып араластырып алатын боламыз. Барлық жеріне тиетіндей етіп, барлығына жақсылап араластырыңыздар. Енді осы дайын нанымызды пергамент қағазымыздың бетіне салып, жақсылап 180-200 градустағы қызып тұрған пешімізге салып алатын боламыз. 10-15 минут көлемінде. Мінекей достар, менде өте әдемі сухариларым дайын. Енді жаңағы салат жапырақтарын, яғни пекин капустасын турап аламыз. Осылай ірі көлемде етіп турай беріңіздер. Достар, енді жаңағы қақталған етімізді турап алатын боламыз капустамыздан кейін. Қақталған етімізді майда соломка етіп турай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауыңызша тураларыңызға болады бұл жерде. Достар, дастарханыңыздың сәнін ашатын өте керемет салаттардың бірі. Жасап көруге кеңес беремін. Қарапайым, жасалу жолы оңай рецепттің түрі бұл. Мінекей жаңа еттеріміз турап алған екен, үстіне жұмыртқамыз турап аламыз дәл осылай видеодағыдай. Ал мұнда бір дана жұмыртқаны бетіне әсемдік үшін алып қаламын. Енді кезекте сухариларымызды бетіне салып, өз қалауларыңызша барлығын салсаңыздар да болады. Мен жеткілікті мөлшерде салдым. Және де енді кезекте помидорларымызды осылай ірі-ірі етіп көлемде турап алыңыздар. Мінекей достар, енді кезекте бетіне әсемдік үшін сырымды алдын ала теркада өткізіп дайындап алдым. Әртүрлі сырды қолдансаңыздар болады. Менде үйде барлығы бар осы болды. Мінекей достар, енді кезекте үстіне жаңағы арнайы соусымызды құйып шығатын боламыз. Кішкене аздап тұз салып жіберіңіздер. Салмай-ақ қойсаңыздар да болады, өйткені соустың өзінің тұзы бар, ащысы бар. Мен кішкене салып жібердім тұзымды. Мінекей барлығында жақсылап араластырып алыңыздар. Барлық жеріне соусымыз жеткілікті етіп араластырып алыңыздар. Менде осы бір дана соус жеткілікті болды. Мінекей достар, мен салатым дайын. Енді осылай тарелкаларымызға орналастырыңыздар. Менде 2 тарелка шықты, үлкен көлемде. Енді осының үстіне жаңағы алып қалған сухариларымызды және де етімізден барынан аздап-аздап алып қалдым. Үстіне әсемдік үшін жасап көріңіздер. Жұмыртқаларымызды осылай орналастырып шығамыз. Мінекей достар, жаңағы сырымызды үстіне сеуіп, мен мұнда помидорларды қоюды ұмытқан екенмін аздап. Мінекей достар, дәмі өте ерекше дәмді болып шықты. Отбасыма да қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер болады. Сау болыңыздар.